Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен бірге өзбек халқының той палауын жасайтын боламыз. Сонымен видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі бір видеода майсыз шәуле палауын істейтін боламыз. Сонымен бізге керегі күріш, ет, сәбіз, пияз, сарымсақ, ашыбұрыш, ноғыт, мейіз, май керек. Сосын приправа зере қосамыз. Сонымен бірінші сәбізімізді турап аламыз. Үрлеу етіп, міндетті түрде үрлеу болу керек. Майда турасаңыз езіліп жоқ болып кетеді. Сондықтан да осылай үрлеу етіп турайтын боламыз. Палауды әркімде істейді, бірақ менің істеген палауымдан да көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып отырыңыздар. Пиязымызды үрлеу етіп турайтын боламыз. Бұл жерде құйрық майды шамалысын алып, кішкене түбіне шыжғырып аламын. Қалғанын етпен қосып пісіретін боламын. Етпен қосатынымызды үрлеу етіп турайтын боламыз. Бұл жерде менің істеп атқаным қойдың еті. Бұны су қосып қайнатпаймыз. Тек қана жақсылап қуырамыз. Бұл өте жас мал. Қуырып атқанда пісіп қалады. Сондықтан да бұны бір қуырып алатын боламыз жақсылап. Бұл жерде тағы бір ескертетін нәрсе, бізде су қайнап тұру керек. Бұның үстіне қайнамаған су құюға болмайды. Қайнап тұру керек, дайын болып. Алдын ала су дайындап қоятын боламыз. Міне етімізді шағындап турап алды. Енді майдалап тураған құйрығымызды шыжғырып алатын боламыз. Жақсылап шыжғырып, шыжығын алып, үстіне сұйық майды құйып, майды жақсылап қыздыратын боламыз. Жақсы қызбаса, ет қызарып, қуырылмай қалады. Сондықтан да майды құйғаннан кейін жақсылап қыздырып, етті бөлшектеп салатын боламыз. Шағын-шағыннан бөлшектеп салатын боламыз. Бәрін бірден салсаңыз, май суып қалады. Сөйтіп ет қып-қызыл болып қуырылмай қалады. Осылай бөлшектеп алып, қызып тұрған майға қызартып қуыратын боламыз. Бұл біздің етіміз. Бұл жерде қой еті өте жас мал. Бұл қуырып атқанда пісіп қалатын болады. Сондықтан да біз күрішті салғаннан кейін барып су құятын боламыз бұған. Өйткені уже еті пісіп қалды. Жақсылап етіміз қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Зирамызды үгетіңкіреп, майдалаңқырап саламыз. Үстіне мейізімізді алдын ала жуып, суға салып, бүктіріп қоямыз. Ноғытымызды да алдын ала 2 сағат бұрын суға салып қоямыз. Сіздерге лайфхак. Бұл жерде ноғыттың кішкене шекер салып, суға салып қойсаңыз, тезірек піседі. Сосын үстіне күрішін салып, тегістеп аламыз да, сосын осының үстіне барып су құятын боламыз. Өйткені біздің етіміз қуырып атқанда пісіп қалды. Қой еті, егер сіздер сиыр, жылқы етінен болатын болса, ол өте жай піседі. Сондықтан да ол кезде алдын ала су құйып қайнататын боламыз. Бұл жерде суды, күрішті тегістеп қойғаннан кейін құйған кезде су 2 елі асып тұру керек. Осылай ашып тұрған жерінде қайнатып, мына етім тұздалған ет, сонда да күріш өте көп талап етеді тұзды. Сондықтан да молдау етіп тұзын да салдым. От біркелкі жанып жатса да, кейде бір жерлері алала болып қалады. Сондықтан да аударып,
ала жерін от жақсы тиіп жатқан жерге аударып реттейміз. Сөйтіп күрішімізді ортаға қарай жинаймыз. Жиектерінен алып, ортаға қарай жиып, бұл жерде енді сарымсағымызды бағана кішкене майға ұнатып алғанбыз. Енді осының үстіне жайғастырамыз. Ащы бұрышымызды жайғастырамыз. Ол жұмсақ болып пісу керек. Бұл сарымсақ бұл жерде майға ғана қорылды. Оншалықты жұмсарылған жоқ. Ащы бұрышымызды қойып қоямыз. Жегенде жұмсақ болып тұру үшін. Сөйтіп бұған табақ төңкереміз. Өзінің қақпағы болмайды уже. Табақ төңкеретін боламыз үстіне. Сөйтіп жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатта палауымыз дайын болады. Міне біздің палау дайын болды. Беті күріш болып тұрады. Сосын астындағы сәбізін, ноуттарында араластырып, біркелкі қылып ыдыстарымызға салатын боламыз, сервировка жасап. Міне біздің той палауымыз дайын болды. Ащы тұщы салатымен, ташкент шайымен, жұмыртқасымен керемет палау шықты. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар каналыма.